Қайырлы күн. Піскен картошка мен гречкадан котлет жасаймыз. Картошканы ашып, суға пісіріп алып, гречканы шай кесемен бір кесе қылып өлшеп алып, шай кесемен оны да суға жақсылап тазалап жуып аламыз да, суға осылай салып қайнатып пісіреміз, тұз саламыз да. Картошканы сыртынан қабығынан тазалап, жақсылап жуып, астын осылай жағымыз жақсылап жуып, оны да осылай суға саламыз. Осылай турап, үлкен картошкасы осылай турап аламыз да, салып жақсылап қайнатып пісіреміз. Бере жаза беземіз. Осылайынан тұз қосамыз. 1,5 қасық. Бетін жауып жақсылап пісіріп аламыз. Міне пісті. Осылайынан судан алдық, еземіз. Сүт қоспаса да болады, мен қостым. Дәмдірек болады. Езіп болған соң араластырып, үстіне гречканы саламыз қазір. Гречканы осылай салып, бұны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Өйтті салып, жақсылап араластырамыз. Өйтті тез дайындалады. 20-30 минутта дайын болатын котлет. Осылай ұнға ұнатып аламыз. Екі түрлі қылып жасауға болады. Екі жұмыртқа қосып, араластырып, стружка сухарики салса ұнатып, саған ұнға ұнатпай. Осылай пісіріп аламыз. Өте керемет болып шығады дәмі. Істеп көрсеңіздер болады. Өте дәмді. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қош сау болыңыздар.